Пәкістандық дәрігер Ишан Хусейни медицина саласында жасаған ерен еңбегі үшін марапат алуға халықаралық бір конференцияға бара жатқан еді. Ұшаққа отырады. Бірақ ауа райы күрт өзгеріп, найзағай ойнағандықтан ұшақ ең жақын жердегі әуежайға қонуға мәжбүр болады. Бұдан кейінгі ұшақ 16 сағаттан соң ұшатын еді. Ол конференцияға міндетті түрде үлгеруім керек. 16 сағат күте алмаймын, дейді дәрігер. Әуежай қызметкерлері баратын қаласы 6 сағаттық жерде екен, қаласа машина жалдап бара алатынын айтты. Хусейни асығыс жолға шығады. Бірақ қатты жаңбыр жолды көрсетпей, ақыр соңында селдің салдарынан көлік жолда жүре алмайтындай жағдайға жетеді. Дәрігер жолдың шетіндегі ескі бір үйдің есігін қағып, жылдам ішке кірді. Үйде қарт бір әйел отыр еді. Дәрігер асығыс түрде оған телефоныңды бере тұршы, қоңырау шалуым керек деген кезде, әйел оған: балам-ау, көрмей тұрмысың, бұл жерде телефон түгілі электр қуаты да жоқ. Келе ғой, біраз демал, тамақ іш. Содан кейін ол жұмыстарыңды көре жатарсың. Жігіт шарасыз түрде қарт кісінің айтқандарына келісіп, біраз жолынып, тамақтанып болып, шәй ішіп отырған уақытта әйел кісі намаз оқып, ұзақ дұға етті. Хусейни назар салып қарап, әйелдің бір бесікті тербетіп жатқанын және бесікте қимылсыз кішкентай нәрестенің жатқанын көрді. Мұншалық жылап дұға қылардай не жағдай болды? Мынау кімнің баласы, апатай, деп сұрайды. Қарт әйел: бұл анасынан да, әкесінен де жетім қалған немерем. Ауыр дерті бар. Жақын маңайдағы ешбір дәрігер емін таба алмады. Ишан Хусейни деген дәрігер бар екен. Емін тек сол біледі, дейді. Бірақ ол өте алыста. Оған жету үшін бірнеше күн жол жүруім керек. Шарасыздан Алла бұл сәбидің дертін жеңілдетіп, шипасын берсін деп, Аллаға дұға қылудамын. Сол сәтте дәрігер Хусейни көз жасына ерік берді. Екі бетін жас жуған күйі: тұр, апатайым, Алла сенің дұғаңды қабыл қылды. Сенің дұғаң көктен найзағай ойнатып, ұшақты жерге қондырды. Аспаннан жаңбыр жауғызып, жер жүзін селге айналдырды. Мені сізге алып келді, деген екен. Алла құлдарына қалағанын осылайша береді. Бүкіл жолдар жабылып қалған болса да, көктерді жаратқан Аллаға сыйын. Әр нәрсенің шешуі дұға. في سكون الليل يدعو في سجوده